құрметті даналық жолындағы ханымым. Бүгін біз сізбен бірге жүрек көзімізді ашып, Алладан келетін бар нығметті қабылдауға шексіз дайын болып, өзімізді шектемеуге, бар ғажайыпқа ашық болуға арналған практикалық медитация жасайтын боламыз. Ешкім мазаламайтындай ыңғайлы орын тауып отырған болсаңыз, медитациямызды бастаймыз. Терең тыныс алып шығарыңыз. Бар зейініңізді тыныс алып шығарғаныңызға аударыңыз. Тыныс алу бұл өмір. Мұқият зейін салсаңыз, сіздің бұл өмірде бар екеніңізді сезіндіре алады. Тыныс алған сайын оттегімен бар денеңізді қоректендіріп жатқан сезініңіз. Ауаны шығарғанда денеңізді толықтай босаңсытыңыз. Енді бар зейініңізді жүрегіңіздің тұсына аударыңыз. Қажет деп тапсаңыз, қолыңызды жүрек тұсына қоюға болады. Жүрек қағысыңызға мән беріңіз. Жүрегіңізге бар болған үшін, сіздің көкірегіңізде үздіксіз осы уақытқа дейін соғып тұрған үшін алғысыңызды білдіріңіз. Жүрек қағысын тоқтатқан сәтте адам да бұл өмірден кететінін сіз анық білесіз. Жүрегіңізге осы кезге дейін көңіл аударып, зейін қоймағаныңыз үшін кешірім сұраңыз. Осы кезге дейін мен үшін қандай күйде қызмет етуде деп ойламағаныңыз үшін, келген ақпараттарды сүзгіден өткізіп, Алланың нығметіне айналдырмай, жүрекке тіке қабылдап, қаяу түсіріп келгеніңіз үшін, түрлі уайым, реніш, қорқынышпен, ашу шақырумен дірілдетіп, шошытып, қысқаныңыз үшін кешірім сұраңыз. Пайдасы бар жоқ деп сұрыптамай, көрсе қызарлыққа салып, құлқынымыздан өтіп кеткенше ғана болатын ләззат үшін таңдамай тамақтарды жеп, түрлі сусындарды ішу арқылы жүрегім сенің жұмысыңа кедергі болып саған қиындық тудырам деп ойламағаным үшін кешірім өтінемін. Сіздің жүрегіңізде, сіздің рухани әлеміңізге Алла бар сұраныстарыңыздың жауабын салып қойған. Сіз зейін салып, жүрек үнін тыңдап, жүрегіңізді ашық ұстасаңыз болғаны. Жүрегіңізге ризалық сезіммен күлімдеңіз. Алғысыңызды білдіріңіз. Енді ешқашан жүрегіңізді зейініңізден тыс қалдырмауға уәде беріңіз. Сіздің жүрегіңізді Алла мейір махаббатқа толтырып қойған. Сондықтан жүрек үнін тыңдаған адам өзіне де, басқаға да қиянат келтіре алмайды. Жүрек көзіңіздің жарқырап ашылуына рұқсат беріңіз. Алланың нығметтеріне, көптеген сіздің жолыңызды нұрландырар жаңа мүмкіндіктерге, жүрегіңізге кіруге мүмкіндік беріңіз. Ол мүмкіндіктер шексіз, шектейтін тек сіз ғана. Ол денсаулық, молшылық, қарым-қатынас, айнала, ана болу, бала сүю, қалағаныңыздың бәріне сіздің жүрегіңізде орын бар. Жүрек генератор тәріздес. Нені кіргізесіз, соны мейірі махаббат күшімен өсіреді. Оған күмәніңіз болмасын. Өміріңіздегі
бар қиындықтарды да қабылдап мейір махаббатқа бөлеп, шешімін тек жүрек арқылы табасыз. Сіздің жүрегіңіз сіз үшін үздіксіз соғуда. Бар зейініңізді жүрек тұсына ұстай отырып, тыныс алып шығару арқылы жүрегіңізбен қарым-қатынасты сезініңіз. Бар сұрағыңыздың жауабы да, шешімі де жүректе. Бүгінгі осы сәтіңіз үшін алғыс сезімін білдіріңіз. Бүгінгі сіздің таңдау жасай алатын мүмкіндігіңіз үшін алғысыңызды білдіріңіз. Ниетіңізге қарай дер кезінде келген пайдалы ақпараттар үшін алғысыңызды білдіріңіз. Осындай жүрегіңіз жайлылықта, шүкіршілікте, алғыста тұрған сәтте сіз өзіңіздің қалауыңыздағы дене мүсініңізді елестетіңіз. Анықтап, толықтай елестетуге рұқсат беріңіз. Жүрек генератор. Осындай жоғары вибрацияда тұрғанда қандай ой кіреді, соны кванттық деңгейге өсіріп, шынайылыққа апаратын мүмкіндігі бар. Әлемнің физиктері бұны дәлелдеп қойған. Сондықтан ақылға салудың қажеті жоқ. Қиялға рұқсат беріңіз. Сіз дұғаңызда жұмақтан орын сұрағанда да ғайыпқа сенесіз ғой, тура солай. Өзіңіздің қалағандай дене бітіміңізді елестетіңіз. Қандай киім сатып алып, киіп жатырсыз? Өлшемі қандай? Тура сіздің қалағандай өлшеміңіз екен. Мә, қандай жарасымды. Алақай, мен жарадым. Өз қалауымдағы өлшемге жеп-жеңіл оп-оңай, ағзамды қинамай, еш келеңсіздік тудырмай жеттім. Белім, кеуде тұсым, иығым, білегім бәрі күйіп қойғандай. Сатып алған киіміңізді киіп жүргеніңізді елестетіңіз. Ол қандай бағытта алынған киім? Пляжға баратын ба, тойға баратын ба, жиынға ма, кездесуге ме? Өзіңізді сол киіміңізбен қалай ұстап тұрсыз? Денеңіз қаншалықты икемді, сымбатты. Өзіңізге денеңіздің осындай күйі қаншалықты ұнап тұр? Өзіңізге ризасыз ба? Барлығын сезініңіз, бәріне рұқсат беріңіз. Айналаңыз сізге қандай көзбен қарап тұр? Қандай комплименттелесудесіз? Шүкір Аллаға, бар мүмкіндікті ішіңізге салып қойған екен ол. Мен қандай сымбатты, әдемі болып тұрмын. Өзіме ризамын. Осындай жетістікке жетуге әрекет жасағаным үшін ризамын. Ары қарай өзіңіз қалауыңызша өз сымбаттылығыңызды музыка барысында елестетіңіз. Өзіңізге ешбір шектеу қоймаңыз. Сіз бар кереметке, бар ғажайыпқа лайықсыз.
тыныс алып шығарып, көзіңізді асықпай ашып, қазіргі сәтке оралыңыз. Бұл медитацияны күнделікті 30 күн қалаған уақытыңызда жасауға кеңес беріледі. Миыңызда сіздің сымбаттылығыңыздың нейрон сызықтары айқындалып, миыңыз сіздің сымбатты күйіңізді мойындаған деңгейге дейін жасаған дұрыс. Сәттілік серігіңіз болсын, игілігіңізге жарасын. Сіз бар кереметке лайықсыз. Бар болғаныңыз үшін рахмет.